Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айған Долпиева. YouTube арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін 10 сыныпқа арналған жаратылыстану математикалық бағыттағы химия 1-ші тоқсан БЖБ 2 жауаптарымен бөлісетін боламын. Бұл екінші нұсқа. Элементтер мен олардың қасиеттерінің периодты өзгеруі бөлімі бойынша анықтайтын боламыз. Бірінші тапсырмада бізде айқыштарды белгілеп, қандай байланыс екенін анықтау қажет. Бізде бромда бізде 7 электрон бар. Енді оны айқыштап байланыстырған кезде ковалентті полярсыз болып саналады. Екінші тапсырмада бізде сутек нүкте арқылы белгілеп аламыз, азотты X арқылы белгілеп, нәтижесінде ковалентті полярлы байланыс екенін білетін боламыз. Ал үшінші тапсырмада бізде литийді күкіртпен жаңағы әрекеттестіріп, олардың жаңағы электрондарын анықтайтын боламыз. Яғни литийде 1 электрон бар сыртқы қабатында, күкіртте 6 электрон бар. Жұптастыратын боламыз. Литий бізде плюс катионы, күкірт минус, яғни анионы болып саналады. Енді келесі бізде литий 1s2, 2s0, одан кейін екіншісі күкірт S, яғни 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Бұл яғни күкірт болып саналады. Енді келесі бізде сутегі және одан электр терістілігі. Сразу дұрыс жауабын айтып жатырмын. Сутегі және одан электр терістілігі жоғары, оттек, фтор, күкірттен басталады. Арасындағы байланыстарды айтамыз. Мысалға, H2O, C2, H5OH. Енді келесі 5-ші тапсырмада бізде пішінін, яғни 3 бұрыш па 4 бұрыш па қандай пішінде екенін анықтау қажетпіз. Яғни бізде алюминий хлор 3 берілген, А және X хлор 3-те 0 деп аламыз. Хлор нүкте X, алюминий нүкте X хлор деп белгілеп аламыз да, яғни 3 хлор болады. Бұның жаңағы пішіні бізде дұрыс 3 бұрыш болып саналады. Келесі 6-ші тапсырмада бізде H2O, H хлор, кальций, барий бромиді, оттек, күкірт. Осы формулалар берілген. Олардың қай типке жататынын анықтау қажетпіз. H2O бізде молекулалыққа жатады, H хлор ол да молекулалыққа жатады. Кальций металдық, барий бромиді иондық, оттек молекулалыққа жатады, және көміртек атомдыққа жатады. Осымен біздің 10-шы сыныпқа арналған БЖБ 2 тапсырмалары аяқталды. Видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісіп, комментарий бөліміне сұрақтар қойсаңыздар болады. Және де қазақша YouTube арнаның дамуына атсалысайық.